Аяқ астынан қонақтарыңыз келсе, ресторандағы қымбат тұратын салатты мәсаған деп дайындап, қонақтарыңызды таң қалдырыңыздаршы. Өзімнің де ең сүйікті салаттарымның бірі. Алдымен баклажанымызды, негізі сыртын ашымасаңыздар да болады. Мен де кішкене құртылайын депті, сол үшін сыртын ашып тастадым. Ірілеу қылып турап алғаннан кейін міндетті түрде салқын суға жарты сағатқа қалдырасыздар. Одан кейін кукурузный крахмалымызды қосып, жақсылап араластырып, қызып тұрған майымызға жан жағы сарғайып шыққанша қуырып аламыз. Мінекей осылай көштеп қып-қызыл болып қуырылады. Баклажандарды майда қылып турап жібермеңіздер, қыздар, осылай ірілеу болу керек. Үстіне помидор немесе черри, кез келген салат жапырағы, және де осы салаттың нағыз оригинал соусы осы Арой фирмасынікі. Дәл осы түрін алыңыздар. Және де ыдысымызға әдемілеп тұрып ұсынып, үстіне творожный сырымызды осылай қойып шығамыз. Мінекей дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ыстықтай ұсыныңыздар, өте дәмді болып шығады.